Қыздың пердесі орнында дейді. ДНК ештеңе жоқ, сонда на каком основании мынандай қойып жатыр, мен түсінбеймін. Қыз айтады, потерпевший Мергенова Медина. Мен дейтін оперативниктар дейтін 2-3 рет ұстады. До этого ол оқиғадан бұрын без конца цанға апарамыз, штраф салып түсіреді дейді. Цанға жауып тастаймыз деп айтты. Сол күні мен қорқып кеттім дейді. Мен дейтін мамаммен ұрысып қалған үшін балалардың үйінде сонда квартирада қонып қалды дейді. Маған да істеген жоқ. Сол күні сүй деп айтты, екінші күні бүй деп айтты. Өзім деген тоғыз оқитын қыздармен подружкамын, сондай интимді видеолар көргесін, мен ойдан құрастырдым сол нәрселердің барлығын деп сөйтіп айтты. Осы түрменің ішінде балдарды деген тоже түнгі 4:30-да оятып алып өрт шығып жатыр деп төменге жертөлеге төменге түсіріп, 10 шақты сотрудник жабылып ұрған. Сол кездегі баланы мына не істеген кезде қолын сындырған фотосы. Темекінің қолында шоғын ізі бар күйдірген. Бізден сұрайды, көрмей дым істеген жоқпын ғой мен. Босатпай ма, не істеп жатыр, айтыңдаршы дейді. Біз айтып жатыр. Қалай түсіндіреміз? Коррупция бізде. Балама 20 жыл беріп отыр сот деген. Балам даже қыз танымайды баламды. Қыз өзі айтып отыр. Мен сіздің балаңызды көрген жоқпын, мен де көрсетамын, танымайын деп. Онда айтын сразу дейтін біздің Қазақстанда бөлсін, былай полоса жасап. Мынау ақ полоса, мынау қара полоса. Мында айтын байлар, мында беднылар. Байларға басқа закон шығарсын. Бізге бір конституция ешкімге жұмыс жасамайды. Только ол дейтін на стороне богатых и чиновников работает. Апелляциялық сот болды ма сіздерде? Болды, бізге дейтін апелляционный сот дейтін 24 күніне назначить етті, бірақ дейтін новый прокурор келіп жатыр дейді. Білмеймін, уже нешінші прокурор ауысып жатқанын, тағы да новый прокурор келіп жатыр деп 15 күнге ауыстырып тастады. Новый прокурор келіп жатыр, сосын қыздың анасы дейтін уже мын жақтың нелерімен келіспей, Астанадан өзі тағы да адвокат жалдап алып жатыр. Балдарды жақтап. Қыздың адвокаты не деп отыр? Қыздың анасы не деп отыр? Қыздың анасы дейтін енді ешқандай зорлық, зомбылық ештеңе болған жоқ. Біз дейтін сондай немен жаздық та, енді дейтін мынандай насырға шабатынын білген жоқпыз деп енді олар айтып отыр ғой. Қағаздың бәрін көрсетіп отыр, экспертиза бәрін көрсетіп отыр. Ештеңе балдар ешқандай зорлық істеген жоқ деп. Ол қыз енді Арманның дос қызы болған, достарым неткесіп бірге бардым деп айтып тұр қыз дейтін. Но ешкім зорлық, зомбылық ешкене көрсеткен жоқ. Ол қыз өзімен өзі комнатада делін отырған, тиктокқа түскен өзімен өзі дейтін, прям ойда отырған, инстаграмда отырған, оның бәрі дейтін телефоннан іздеп қарайтын болса бәрі бар. Оны елдің бәрі көрген. Білмеймін енді не былықтырып жатқандарын білмедік мыналардың енді. Менің атым Гүлзира, мен жаңағы жәбірленуші қыздың мамасы, иә. Ол жәбірленуші емес болып шықты ғой енді. Сол кезде машинада айтқаны жаңағы андай балдармен болдым, мындай балдармен болдым, олар үйтті, битті, сөйтті деп жаңағы рассказын айтып жатыр. Сосын полицейский участокқа келдік, тоже жаңағын айтып берді. Сосын енді сонда айтып жатқасын мен заявление жаздым ол жерде, по-моему, или олар жазды ма, білмеймін, әйтеуір уже не болып кетті, біздерді передали неге, следователь беременная болды да, сосын деген ол деген не декретқа кетем деп тез уже балдарды ұстап алды, тез андай подряд 2 күн жүрдік, 2-3 күн жүрдік. Очный ставкаларды тез не істеп, уже декретқа кетем деп барын бүйтіп толтырып күнімен жүрдік сол жерде. Сізге нақты қалай жеткізді? Енді бұл жердегі оқиғаның олай емес болғанын қалай жеткізді? Нақты айтып беріңізші. Ол олай емес деді, просто айтты, менің айтқаным өтірік деді. Өйткені мен ойлаймын неге олай айтты. Мен одан бұрын, и так мен соны оның вообще айтып атқаны келіспейді. Вообще айтқан, бірақ қалай айтты, солай жүріп қой енді. Мен де өзім сеніп тұрмын ғой, солай екен деп сөйтіп анда-мында жүріп қой. Бірақ та сондай өзінің несі, көңіл күй керемет, никакой не жоқ, андай. Енді онда айтып атқан страшный жаңағы несі келіспейді несіне, өзіне, түріне, несіне. Ештеңке болмаған вообще. Даже балам айтады ғой, оларды деген не істейді. Мен ойладым дейді, жаз бойына отырғызады, на каникулы уақытына отырғызады, сосын жібереді деп ойладым дейді ма. Сөйтіп ойлайды, кішкентай бала ғой енді. Жоқ, ол вообще әбден кетейін деп жатқанда виза алдық та, енді басқа елге кетейін деп уже кетіп баратыр ғой. Сол кезде айтқаны,
біз уже кетіп қаламыз қорықпағаны сияқты. Уже мен уже мында келмеймін ғой, мен уже ну уже қорықпай тұрып қорықпағандықтан солай несі шын айтқан сияқты. Менің ойымша, сондықтан солай несін шындығын енді айтқан сияқты. Потому что біз кетіп жатырық, ол біледі, что біз уже мына қаладан кетіп жатырық, сосын шындығын айтты деп ойлаймын. Мен солай ойлаймын, неге олай именно жазда болған нәрсені сосын біз кетіп жатырғанда айтты. Жәбірленушінің аты кім сол кезде? Медина. Медина. Иә. Яғни Медина жаңағы 5 баламен сол демалыста отырған. Иә, сол күні сол арманмен барған, сол бірақ араларында 5 баламен ол ешқандай арақатынас болмаған. Жоқ, ешқандай арақатынас болмаған. Біз дейтін қазір іспен танысып жатырық қой. Іспен танысқанда неше қазір 11-12 том болып жатыр ғой. Каждый томның ішінде анасының жаңағы қолдары әртүрлі. Біз удостоверениесін даже мен снимать етіп алдым. Удостоверениеде натуральный қол басқаша да, каждый жаңағы заявление, каждый жаңағы іспен таныстым, неттім, жаңағы бәріміз ата-аналар қол қоямыз ғой. Сол жерде бұл Мединаның астынан шешесі қол қойғанда даже қолдары разный. Ол сол кезде Мединаның мамасы қол қоймай тұр ғой, иә? Мамасы қол қоймаған. Басында қоймаған, сосын оған жаңа іспен танысуға келіңіз деген ғой, бірінші неткенде. Іспен танысуға келіңіз дегенде, адвокат қазір сіз қоя беріңіз қолды, сосын мен барып қоям деген. Ол кісі неге қол қойып жатқанын сұрамаған, уже адвокат оқиды ғой дегесін, просто барғанда қол қойып кеткен болды. Ол деген депонированиеде айтам, сен маған ойлап жүр, мынандай выступать етем деп, первый депонирование өзі айтты ғой, бәрін выступать етті ғой. Сондай екінші депонирование болады екен деп ойлаған ғой, сөйтіп қайтадан шындықты сол кезде айтып берем деп айтады маған. Сөйтіп ойлап жүр ол. А біз деген как раз то депонирование, наверное, одобрили деп, мен деген так где-то біз ходатайство жазып кеттік, адвокат жазды, сосын айтты 2-3 күннен кейін сізге адвокат несін берем, хабарын деп. Сол 2-3 күннен кейін как раз ол айтады, маған адвокат айтады, не, вы идите, подпишите, я буду долго ознакомливаться, там 9 томов, деп мен өзіңіз барып подпишите деді. Мен бардым, қол қойып кеттім, білмеймін. Ну, обычно мен оқымаймын көп, 9 томов қой енді. Обычно адвокатқа сенем ғой енді. Мен қай жерде не білмеймін, қайда барар деді, сол жерге барасың, қай жерге қол қояды, сол жерге қол қоясың. Сосын деген сөйтіп кетіп қалсам, оказывается, ол деген уже я согласна со всем этим, а біз деген депонирование күтіп жүрік. Қазір прокурор аты жөнін білесіз ба? Қазіргі прокурордың аты жөнін білмейміз, потому что танысып та үлгерген жоқпыз. Кеше сотқа кірді, сотқа кіргенде сол айтты сразу істің несіне байланысты новый прокурор келіп жатқан көрінеді, новый адвокат келіп жатқан көрінеді, соған байланысты еще балдар айтты, біз танысып болған жоқпыз деп, 2 бала несовершеннолетний, солар айтқаннан кейін 15 күнге тағы да нетіп қойды, отложить етіп қойды делін дейді. Прокурорлар не деп отыр осыған дейін, сіздер бардыңыздар ма прокуратураға? Біз прокуратураның жыл жарымнан бері есігін тоздырдық қой, ештеңе айтпайды, бәрі апелляционный сотқа нетеді болды. Бір-біріне лақтыра береді тек. Апелляционный сотқа бәрін, мен енді Астанаға да барып келдім, Төлеуовке де кіріп шықтым, бәріне де кіріп шықтым, бардым, апелляционный сот қаралады, содан кейін деді. Бірақ прокурорлар да ештеңе айтпайды. Біздің түсінбей отқанымыз, на каком основании бізге дейтін 124 қойып тұр прокурорлар. Барып сұрасақ, біреу ответ бермейді, бір прокурор ответ бермейді. Даже Шалабаевтың өзіне кіргенде де ответ берген жоқ. Сатпаевқа да кірдік, Шалабаевқа да кірдік, Шалабаевтың орнына келген кісінің ат жөнін ұмытып қалдым, орнында отырған отпускеге келгенде. Ол кісіге де кірдік. Бәрі айтты бізге дейтін, операция күтесіздер деді. Операцияның өзін дейтін уже біраз күтіп келе жатырық қой. Балдар станысамыз деп өзіміз отложить еттік. Енді өзіміз болғанда адвокат мені келіп жатыр деді, новый прокурор келіп жатыр деді. Мен жыл жарымнан бері неше 8 ба 9 ба прокурор ауысты. Мына уже 9-шы или 10-шы болады шатыспасам на прокурор. Қанша жыл берді сіздің балаңызға? Менің балама 8 жыл берді. Қанша жаста балаңыз? Балам осы жерден 18-ге толды. Одан үлкеніне дейтін 20 жыл сұрап тұр. Бейшенбаевтың өзіне адам өлтірген 24 жыл берді ғой. Оның өзінде апелляционныймен шығып кетті шынына келгенде. Қалғанына дейтін 2 балаға 8 жыл берді, 2 балаға 7 жыл 6 ай берді, үлкеніне 20 жыл берді. Қайдан алып вообще мынандай сроктарды? Адам өлтірген жоқ. Білмеймін мен дейтін. Шешесі отказ беріп тұрған жоқ, қыз отказ беріп тұрған жоқ, кешірім беріп тұр. Ешқандай ештеңе болған жоқ деп тұр. Соның өзінде де. Соның өзінде де ешқандай не жоқ. Нәтиже жоқ. Кімге бармайсың, кімнің есігін тоздырмайсың, үндемейді. Бірінші судьямыз анау, артынан қанша қуып жүріп, әлі орнынан да түскен жоқ. Ана судья дейтін
кешені тағы қарап отыр, тағы біреуді 12 жылға соттап жатыр. А ол действительно болды ма, болған жоқ па, ол жерде ол кісінің де біреудің ісіне араласпаймыз. Но анандай судья, неквалифицированный судья, көтеріліп келіп тағы арсылдатып, бәріне 12 жылдан жоғары, 20 жылдан жоғары беріп жатыр. Сонда қайдан алып жатыр бұлар срокты? Справкалардың бәрі, анықтама қағазының барлығы таза шықты деп Иә, анықтаманың қағазы бәрі таза шықты. Қыздың қыз пердесі орнында, 3 бала, біздің балдар 5 баладан да анализ алды, бесеуінен де. Бірақ бесеуінен де анализ таза шықты. Неге десең, ол анализдердің біреуі жоқ. Іс делосында да жоқ. Еш жерде жоқ. Қайда кетті онда? Біз СМ өттік қой, СМ-да тоже анандай не бар, сосын результаты шығады ғой сотта. Қыздық пердесі қалай бұзылмаған, ешқандай не жоқ, жарақат андай мындай жоқ, вообще ешқандай. Сосын деген жаңағы шындықты айтты, ешкім оған тиіскен жоқ. Сотта ол айтты, самое главное, маған ешкім ештеңе істеген жоқ, на самом деле ол олай болған жоқ. Қыздың пердесі орнында дейді. ДНК ештеңе жоқ, сонда на каком основании мынандай қойып жатыр, мен түсінбеймін. Уже біз прокуратураның есігін тоздырып болдық уже. Соттың есігін тоздырып болдық. Енді бізге андегі бар қонуымыз қалды, болды, басқа ештеңе қалған жоқ. спек дейтін анализ бар. Спек дейтін анализдан 5 баланың бесеуіне де бүкіліне бірдей етіп результат анализдарын шығарған. Спектің анализі 5 баланың бесеуінде де бірдей, қызда да бірдей. Сонда андағы эксперттар, 5 эксперт әйел олды. Солар бәрі алды, видео неге нетті. Сонда қалай? Даже двойняшка, близнецы туылған балалар бір-біріне сәйкес келмейді. Біздің дейтін, онда специалистердің несі де нетілмейді. Біз дейтін, сотқа дейтін, Избасаровқа дейтін, соған дейтін өтініш жазып кеттік. Білмеймін қалай болады екен. Сосын дейтін, мына прокурорлар жағы, жаңа дейтін айтып кетті ғой басында. Прокурор бізде без конца меняется. Сосын прокуратураға қаншама рет бардық, табалдырықтарын тоздырдық. Прокуроры, олар обвинитель государственный. Но обвинитель болғанда, олар дейтін, заңды защищать дейді. Біздің ата заңымызды, біздің прокурорлар таптап тұр. Олар дейтін, ойына келгендерін, я думаю, ради погонов. Біздің балаларды следственный негізде, бүгін дейтін неде, біздің Оралда да Сатпаев пен кімнің фамилиясы кім еді? Қадырбаев, иә. Қадырбаевтарында да олардың делысы, біздің делымыз бір, аралары бір ай. Бүкіл городдел, Абайский, бәрі бір следователер, бәрі бір-бірімен, наверное, ради погонов. Олар ағын ашудың орнына, наоборот, топет. Самый главный біреуді дейтін, ол 99-шы статья, 106-шы статья, 120-шы, особо тяжкий болып саналады. Тек дейтін соны, не те, как будто, мне кажется, что это преступление раскрывается біздің Батыс Қазақстанда, біздің следователер күшті жұмыс жасайды деп. Мына ДВД-нің бастықтары бар, қаншама, мына Котельник дейтін кісі болды, бастық болды городделда. Таңға жүрді, қай бастық дейтін нәмбай погондарымен кожаный креслода отырып алып үйіне барып жатпайды ма уақыт өткеннен кейін. Ол таңға жүрді, тек жабындарда. Сот не үшін, мен түсінбеймін. Сот не үшін айтты ғой балалар, олар ештеңе жасаған жоқ, маған олай болған жоқ негізі деп. Әбден шын, біз потому что ана кетейін деп жатырық. Ол ментордан қорққан, өзі айтады, ментордан қорқамын. Но самое главное, ол ана балдармен қала берді, ана квартирада. Жылы жерден шыққысы келмеген ғой еще, самая главная причина. Сол сияқты, потому что ол деген үйге жылынамын деп кірместен солай кетіп қалды. Сосын деген балдармен дружеский вообще не. Балдар магазинге барып келген, андай бірдемелер алып келген, бірге тамақ ішкен. Никаких не жоқ ан жерде, никакой следовательдердің фантазиясы дейді ғой. Үйтті, андай страшный бір какой-то особо тяжкий деп. Қалай можно особо тяжкое деп сондай немен, статьямен не істеуге? Кішкентай балдарды. Сосын да, вот вроде бы обязательно ювенальный судта нас должны были судить, мне кажется. Сіздің енді 100% көзіңіз жетті ғой, ешқандай зорлықтың болмағанына, иә? Баяғыда жетті, мен бірақ ойламаймын ғой, оларды вообще соттап жібереді деп. Даже если полицейский участокта біз жүрдік қой енді, я солай айтты екен деп енді в конце концов олар деген біз шындықты айтқанда, енді жібермейді ма балдарды? Баланы дейтін таңертеңгі 12-де алып кеткен, кешкі 8-ге бізге звондап тұр. Делда кешкі 8 деп жазып қойған, до этого дейтін 12-де алып кетті деп. Сол күні мен баламның қолын сындырды. Оперативниктар ұстаған күні. Қолын сындырды, неге экспертиза бізге дында айтпай, біз больницаға бардық, айрен шығарып нетіп.
онымен дейтін 3 күннен кейін мында қамады СИЗОға. Бала дейтін 15-те болды ол кезде. 15-тегі баланы әлі дым ашылған жоқ. Қазір дейтін сот өтті, сот болғанда ана квартираны жалдағанда жалдамалды пәтерді бергенде үйін жинайтын гувернант болады екен. Сотқа келді, айтты. Неде дейтін диванның простынысында, диванда дым қан жоқ, дым да жоқ, тап-таза бутылкалар мусорный пакетті мен алдым деді. Мусорный пакетте бірде-бір пивының ішілген бутылкалары жоқ деді. Ана экспертиза, телефонның несін нетіңіз дедім. WhatsAppқа, Instagramнан алыншы. Сол күні таңға айтын, Медина дейтін, неде тикток снимайттаған, оны да қабылдаған жоқ бізден. В общем, анда ұйықтап қалған, телефон қарап сөйтіп тикток түсіріп, прям ойда отырып, ол қыз ұйықтап қалған түнде анда. Ол дейтін білмеймін, мына Котельников қаз дейтін бастық болып пенсияға шығып кетті. ИДНің бастықтары Мадина мен Исмира сол күні тоже без конца очень ставкада прерывать деп. Ладно, ол қыз қорықсын ал. Бәрі айтады, қыз айтады, потерпевший Мергенова Медина. Мен дейтін оперативниктар дейтін 2-3 рет ұстады. До этого ол оқиғадан бұрын без конца цаңға апарамыз, штраф салып түсіреді дейді, цаңға жауып тастаймыз деп айтты. Сол күні мен қорқып кеттім дейді. Мен дейтін мамаммен ұрысып қалған үшін балалардың үйінде сонда квартирада қонып қалды дейді. Маған да істеген жоқ. Сол күні сүй деп айтты, екінші күні бүй деп айтты, өзге нелер болды. Ақырын депонирование болды. Депонированиеде айтты, өзгеше айтты. Содан кейін сот болды первый инстанс Смуста депонирование қайтадан жасады. Қайтадан жасағанда қыз вообще ешкіммен болған жоқ. Сонда айтын депонирование жасайды, это самый главный деді. Ол оның несі қайда кетті. Ойына келгендерінің бәрін жасап жатыр. Біздің судья, прокуратура мен сот органдары бәрі бір-бірімен тесно связаны. Я не знаю, қандай ответ беретін да, но мен юридически не образована, мен журналистімін, мен тек қана анамын, простой строительмін. Мен без очков, это уже видно, что они договариваются, это им на руку. Біздің Урал облысында соншама преступление. Мамасы не дейді Мединаның? Мединаның мамасы қызым болған жоқ дейді, соттайтын онлайн немен ғой, Австрияға көшіп кетті. Жұмыс бабымен, мамасы дейтін, балаларымен, семьясымен. Соттайтын, без конца айтын, онлайндайтын айтады. Менің қызым болған жоқ, все, я готова материально, морально ущерб понести. Мен мына ата-аналардан бізден кешірім сұрайды, бәрін етеді. Сонда сот құлаққа нетпейді. Қатты қорқан бізден жаңа полицейскийлармен келіп алып кетіп жатқасын полицейсіға. Олар еще бүйтіп айттым, почему оны олай десе, жаңағы балдарды үйтті бүйтті деп, лишь бы мені түрмеге отырғызбасын. Мені полицейлармен бірге түрмеге отырғызға алып баратыр деп ойлаған. Ол вообще сөйтіп ол деген сол уақытта уже сол әңгімесін құрастырған. Сотта айтты, ол ешкім ештеңе маған тиіскен жоқ деп, я. Экспертиза соны не істеп тұр, дәлелдеп тұр. Сіздің және ата-аналардың жаңағы мәселесін сіздің де аузыңыздан естіп отырып енді түсініп отырмын. Сізде енді түсінгенім ана ретінде жазықсыз балалардың өзінің жаңа ақталып шыққанын қалайсыз ғой, түсінгенім, я? Еще как қалай? Сіз қыздың анасы ретінде ешқандай зомбылықтың болмағанын растайсыз. Оған көзіңіз жетті ғой, я? Көзім жетті, когда менің қызым айтты соны. Енді соны маған, біз айтсақ, қызым айтса, неге сенбейді? Менің тек қана сол нем. Мен түсінбейтін жерім сол. Сонда дымда болмаған жерде балаларға айтын андай сұрақ беру, ол дейтін миға сыйымсыз зат. Біздің конституцияның 99% онда жұмыс жасамайды ғой. 1% істейді, ол байдың балаларына істейді. Байдың төні чиновниктардың балалары. Бүгін дейтін мына жаңа Сатпаевтың сотында да болдым. Бүкіл баланың дейтін нелерін әкеліп отыр, грамота, бүкіл нелерінде біздің Қазақстан мейімде балам дейтін сондай күшті орындар алып отыр мына бала дейтін. Әбден дейтін кететін күні оны ұсталып кетті. Тоже республиканский грек-римнан шығу керек еді. Керемет балаларды мында қамайды, который Қазақстанның рухын көтеретін. Наркомандар қазір байдың балалары бәрі наркомандар. Лексуста, джипта жүреді, бәрін давет, ГАИ оларды ұстамайды, нетпейді. Сонда нағылған зат мына дейтін. Онда айтын сразу дейтін біздің Қазақстанды бөлсін, былай полоса жасап. Мынау ақ полоса, мынау қара полоса. Мында айтын байлар, мында беднылар. Байларға басқа закон шығарсын. Бізге бір конституция ешкімге жұмыс жасамайды. Только ол дейтін на стороне богатых и чиновников работает. Даже депутаттарға... Прокурорлар, қандай прокурорлар? Кімдер прокурорлар? Прокурор, ең бірінші прокурор болған бізде Дина Истлева. Бүкіл жерге барды, ана нелерге барды, оқиға болған орнына барды, нетті. До конца болды. Әбден дейтін сот болатын күні. Не, өзі ауырып қалдым деді, больничный алды, орнына басқа прокурор жүрді. Ол прокурорға, әйел адамға, мен сотта айттым. Мен айтам, біз осы 10 томмен, ол кезде 10 том болды. 10 томмен біздер дейтін 2 ай, 3 ай, 4 ай ознакомлюеміз. Сіз қалай, сізге біреу айтып берді, так нужно говорить, вы принесли листочек,
оқыдыңызда неттіңіз, вы же защита закон дегенде. Утенова Дина бар ма қазір? Истлеуова Дина қазір бар. Қазір бар. Қазір кім қай Дина? Қазір бізде дейтін басқа Дина. Бүгін кеше 24 күні болды. Мына Қыдырбаев пен Сатпаевта болған Дина, сосын тағы бір новенький прокурор. Олар да істің мән жайын білмейді. Утенова, иә, соның фамилиясын ұмытып қалып едім. Утенова. Сіздің соттарыңызға Утенова Дина Кешегі апелляцияда сол кісі болды. Мен бір айтып кетер жағдайым. Сол 24 күні сотта болғанда, 24 күні емес, сол Сатпаевтардың сотында болғанда, ол кезде білмейміз ғой біздер Дина Утенованы, прокурорды. Мына журналистқа тоже этика прокурорская не соблюдается. Просто базарда жүрген кісі сияқты. Этика мүлдем жоқ. Сосын дейтін адамдарға дейтін бір воспитанный, бір сотталып жатыр. Ладно, ал сотталай қала. Еще это не доказано, да? Как они для себя доказали что-то. Этика мүлдем жоқ. Ойына келгендерін жасайды, қалай жүргісі келеді, жүреді. Отырық соттың несінде, холлында, фойесында. Ана отырған күзеттерге айтады, давным-давно уже должны знать мою фамилию деп. Мә сонда ол не, біздің әкеміз ба, құдайымыз ба, әкеміз де, сол Дина Утенова. Сонда айтын, она, видимо, чувствует, видимо, за ней крыша есть, как ол енді на нашем языке, да? Крыша плотная деп айтылады. Сонда айтын, ол дейтін просто так зарплата алып отыр, конституцияны қолдамайды, заңды ашпайды, заңды дейтін ашу керек, білу керек. Прокурор должен обвинять, болды, батыру керек. Прокурор должен конституцию защищать. Көріп тұр андайтын балалар болмаған, экспертиза ДНК таптаза, спек бәрінде бірдей. Ол қалай бірдей болу керек? Эксперттерді тағы шақыру керек. Судебный следствие жүргізу керек. Біздер мен анау күн заявление жазып кеттім, бүкіл заявление несінде. Без конца балалар дейтін жыламсырап судьяны Ізбасаров дейтін, мына апелляционный сотты сұрайды. Пожалуйста, тағы созыншы. Олар не үшін создыртып жатыр? Оларда надежда. Кішкене мында болса, күн жарымға. Оларда уже надежда жоқ. Менің балам былтыр түскенде 16-та болды, қазір 17 жаста. Былтыр 2023-тің 6 айы 12-сі күні оларды жаңағы балалар біздің үйден сол кешкі түс қайта уақытта сол келіп шайларын ішіп, сөйтіп кетті, ойнап, күліп. Сосын артынша допқа барып келеміз деп кетті, доп ойнап келеміз не деп, футбол ойнап келеміз деп. Сосын кеткеннен кейін где-то бір 6 или 7-лердің шамасында маған звондап тұр ғой, соны 31-дан. Осылай сіз келуіңіз керек, үйдесіз ба, мынау деп. Сосын мен айттым, иә, барайын деп. Бірақ сол мен барам дегенше олар өздері үйге келіп, адресті біледі ғой. Жаңағыдай балаларды біздің ойнап жүрген жерлерінен жаңағыдай 5-6 жаңағы 2 машинамен ба келіп, қолдарын қайырып, сосын балалар айтқан ғой, не үшін ұстап жатсыздар біздер? Қандай не жасап қойдық соншама біздің қолымызды қайырып ұстап алып кететін дейді. Жаңа оларда қарсыласқан, білмейміз дейді, мән жайды, не үшін ұстап жатыр бізді деп. Сосын олар айтты дейді, жүріңдер сендер осындай қыз зорлағансыңдар, анау деп. Сосын өздері шок болған. Енді ол қыз зорласа үйтіп спокойно, добойнап, жайбарақат жүрмейді. Адам бір нәрсе білдірсе, бір қуыстанады ғой енді. Кәдімгідей мен өзім кәдімгі 5-те менің үйімнен кәдімгі тамақ ішіп кетті. Менің балам, сосын жаңағы Асқар Бейбарыс, сосын Бегнұр Қалқаман үшеуі кетті. Кәдімгі дұп-дұрыс, көңіл күйлері жақсы. Оған сосын сөйтіп мені келіп үйден алып кетті. Сосын мен бардым, барған кезде бір ата-ана сол жерде талып құлап жатыр. Мен ол кезде мен даже бұл кісілердің балаларын да білмейді екенмін, көп ата-аналарын да білмеймін. Мен балам потом 7 оқығанда емес, мына қалаға спорт школына түсті. Оған дейін мен балам ауылда болған бала, вообще көп қаланы көп біліңкіремейді негізінде. Сосын жаңа бір ата-ана талып жатыр, мен оны білмеймін. Жаңағыдай нетіп, сосын ойладым, бұл кім екен дедім де, жаңа біздің балалардың арасында может баласы бар ма екен деп. Ол деген 6-шы баланың жаңағы мамасы екен. Яғни бүгінгі күнге 6 бала ұсталды. 6 бала негізінде ұсталды. Сол күні, иә. Сол куәгер бала, оны куәгер ретінде. Иә, қазір 5 бала. Бір бала сол уақытта. Иә, сол кезде мамасы талып жатыр. Мен есімді жимай, ол күні шок болып жүргенде, мен оның кім екеніне мән бермегенмін. Енді жақсы түсінікті ғой, енді бұл мәселенің барлықтарыңызға бір болып тұр ғой, бір қыз болып тұр, арызданушы. Енді мамасымен сөйлестіңіз бе сіз өзіңіз? Мергена Медина мамасымен сөйлескенде, ол кісі айтады, қызым неткен ештеңе болмаған, ол кезде жаңағы органдардан қорқып, жаңағыдай, оның алдында 2-3 қайтара ұсталып қалғасын, жаңағы шараф, анау жегесін енді жазып тастағасын ойлаған ғой енді. Сосын ойладым, және ол сотқа да қатыстырылды ғой, ондай сол кезде айтқан қыздың өзі. Яғни қызға бүгінгі күні
осы Орал қаласының ДВД-ның қызметкерлері, тергеушілер қысым жасаған ба сол кезде? Иә, сол кезде қыздың өзі айтқаны ғой, енді қатыстырылғанда алдына соңғы сотқа. Сол кезде айтты, мен деген органдардан қорықтым, потому что өзімді отырғызып тастайды екен деп қорықтым дейді. Сосын не болса да, осы 5 баланы подстава жасайын деп ойладым дейді. Иә, солай сосын жаңағы өзім айтты, өзім деген 9 оқитын қыздармен подружкамын, сондай интимді видеолар көргесін, мен ойдан құрастырдым сол нәрселердің барлығын деп сөйтіп айтты. Ментардан қорықтым дейді. Ол ментардан қорққанын айтып тұрмын ғой сізге, қатты штраф салады деп, біз оны қатты ұрысқан, біз одан бұрын бізден қорқады еще, ұрсады деп. Сөйтіп ана балдарды косякқа тығып жібердім дейді. Ол кішкентай бала ғой енді. Косякқа тығып жібердім дейді, армандарды косякқа тығып жібердім дейді. Өзінің несіне. Оправданиесі сол. Мені полицейлармен бірге түрмеге отырғызуға алып баратыр деп ойлаған ол вообще. Сөйтіп ол деген сол уақытта уже сол әңгімесін құрастырған. Неге былай айттың сонша былай деп десем, сол нені есіме түсіріп, ана школада қараған бір не жаман видеоны есіме түсіп кетті дейді. Соны сөйтіп балдарды лишь бы не істеу үшін. Менің інім, мен қоғамдық қорғаушысы боламын, Асқар Бейбарыстың. Осы 15 жасында былтыр 2023 жылдың 12 июль айында ұсталды. Осы немен қазір күдікті деп танылып, бірінші сот отырысында 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Қазіргі таңда апелляциялық сотты күтіп отырмыз. Бірақ та бұл істің көптеген нюанстары толып тұр бұл істе. Себебі деген қыз бала неше түрлі ДНК сараптамаларын, биологиялық сараптама тапсырды, бірақ ол біреуде жоқ істе. Алынғаны тұр, қайда кеткені жөнінде таза шығып, әдейі бізге көрсетпей отыр ма? Біз негізі сендік, балдарымыз сендірдік, ертең шығады, таза шығасыңдар, сосын шығасыңдар, айналып келгенде қайда кетті деген сұраққа бізге ешкім жауап бермейді. Даже мына қыздың жаңағы өтті ғой. Іспен таныстырған кезде ол анықтама қағаз сіздерге көрсетілген жоқ па? Іспен танысқан кезде алынды деген бар да, ары қарай нәтижесі жоқ. Неге анықтама қағаз? Неге сіздерге бермейді? Жоқ, біз сұрап тұрық, бізге ешкім ответ бермейді. Мен бүкіл немен айтып жатырмын ол кісілерге. Автобусқа пакет ұмытып кетсең де тауып аласың. Оның қасында орган ғой, бұл қайда кетті? Сіз қылмыстық іспен танысқан кезде неге ол анықтамалар бәрі тұру керек қой сол кезде? Бір-біріне байланбай бізде тергеуші ауысты. Ана тергеуші, мына тергеушіден сұрайсың, мына тергеуші, ана тергеушіден сұрайсың. Анықтамасыз ол қалай сіздерді балаларыңызды соттап жатыр? Иә, бізде соны түсінбейміз. Біз заң білмегесін ары қарай сұрай алмаймыз. Анандай мындай, біз оған ответ бере алмаймыз. Анаған береді ответ деп. Бізді не мында жібереді, не анда жібереді. Айналып келгенде біз ешқандай ответ бермейміз. Қазіргі таңда балдардың деген ешқандай ДНК жоқ, ешқандай сараптамалары жоқ. Қыздың өзі қыз болып шығып отыр. Соған қарамастан жаңағы 8 жыл уақыт, сондай уақытқа срок берді. Оның қалай бергенде жаңағы ішіндегі 1-2 баланың бастапқы алған кездегі түсініктемесімен қыздікі сәйкес келеді дейді. Бірақ ол түсініктемені оқитын болсақ, балада 3-4 баланың атын айтқан, қыз 1-2-ін айтқан, бөлек вообще мүлдем сәйкес келмейді. Еще сол кезде алған жаңағы түсініктемелерінде балдардың өзі сот отырысында айтып тұр, полиция қызметкерлерінен қысым көрдік, қызды айтып тұр, полиция қызметкерлері мені қорқытты, егер сен балдарға жаппасаң, біз сенің өзіңді соттаймыз, осылай көшеде жүргенің үшін деп. Қыз бізден кешірім сұрады сот отырысында. Балдары, мен ойладым, балдарға жауаптаймын, тыныш бітіп қалады деп ойладым, мен мындай жаңағы уақыт срок алады деп ойлаған жоқпын. Осылай полиция қызметкерлері қорқытты дейді. Міне жаңа бастапқы қамауға алынған кездегі мына сараптама нәтижелері бар, анда көрсетіп. Міне 13 күнгі қазір. Міне 13 күні, 12 күні кешкісін ұстады балдарды, 13 күні сараптамадан өткізді балдарды, міне полиция қызметкерлері. Сонда мында бәрі таптаза балдардың. Салған күнгіні. Иә. Мынау 2-ші күнгі, сразу 2-ші күні балдардың қолдары шығып, сынып больницаға апарылды. Балаларды ұстаған кезде балалардың қолын сындырды дедіңіздер ме? Иә, бір күннен кейін сразу уже біз балдарға жаңағы түсініктемелерін алып, неге біз бардық қой, бірге барған кезде уже балдардың қолдары ісіп кеткен, скорый шақырайық десек, бізге шақыртпай камераны көрсет, не болды, өздері істетеді, не болды көрсет десек, камераны да көрсетпейді бізге. Егер камераны қарасаңыз, сіздің өзіңіз 10 жылға кетесіз, осы бізден талап еткеніңіз үшін деп. Осы сараптамалар мына дәлел ретінде және сол кездегі баланы мына не істеген кезде қолын сындырған фотосы. Енді сол кездегі біздің талап ететініміз түсініктемелердің күшін жою керек, себебі күш қолданылып алынған түсініктеме олар. Ол уже шындыққа жанаспайды деп ойлаймыз. Қанша баланың қолы сынды?
екі баланың қолы сынды. Екі баланың. Екі қолдан сынды. Тергеушілер сындырған ба сол кезде? Иә, тергеп Офицерлер сындырған ба? мойындандар, осылай айтасыңдар. Жаңағы менің інім келіскен жоқ оған. Мен неге өтірік айтам, жаңағы қалай ол солай айтам, айтпасаң осылай қорқытып балдарға күш жұмсаған. Енді арыздандыңыздар ма осы Арыздандым 10 шақты рет. Мен Кімге арыздандыңыз? осы Батыс Қазақстан облысының прокуратурасына, жаңағы городской прокуратураға өзіміздің, сосын Астана қаласына, Астана қаласына главный прокуратура бәріне арыздандым. Астана қаласындағы істі мында қарасын деп жіберді, бірақ мыннан ешқандай маған ответ келген жоқ. Почтадан да келген жоқ. Аяқтай барып сұрағанда тек қана бір қағаз шығарып кетті. Мен айттым, мен 10 шақты рет сіздерге түсірдім заявление осы іс бойынша, бірақ ешқандай біреуінің де ответін берген жоқ. Жаңағы сосын бірінші балдарды қамауға алған кезде жаңалыққа шығарып, ішімдік ішіп алып қыз баланы зорлады деп. Ол кезінде сараптамасы бар. Менде қазір ешқандай отрицать алкоголь жоқ деген, қалай өтірік шығарған біз түсінбей тұрып қашы мүлдем. Яғни арақ ішпеген балалар. Вообще ешбіреуінде де бәрі тап-таза. Бұл сараптама қағазы. Ішімдік ешқандай ішілмеген. Сосын бізде жаңағы кәмелет жасқа толмаған балдар жабық сот отырысы ғой. Сот отырысын жабық екенін өздері де айтты, бізге айтты, ешқайда сендер шығара алмайсыңдар, новости шығарушы болмаңдар, ешқайда бармаңдар, бұл жабық сот отырысы өздеріңе кесірі тиеді, ертең балдарыңа деп. Біз сосын үндемей жүріп, ал айналып келгенде соңғы сот отырысында балдарды сот залынан ұрып, скорыймен жіберді, бізді ішке кіргізбей, үкімді телевидениеға оқып тастады. Аты жөні түгел жабық сотты тікелей ашты. Біз содан кейін барып ашып жатырмық. Олар бірінші жаңағы заңды бұзды, жабық сот отырысын ашық сот отырысын айналдырды. Енді бас прокуратура Асыловқа қандай жолдау жасайсыз? Енді осы мәселе бойынша кәмелетке толмаған балалардың құқықтарының бұзылғаны, оларды ұрып соққаны, оны мойындатқан туралы қандай қазір жолдау жасайсыз? Менің айтатыным, әділ шешім шықса екен дейміз. Себебі қыз баланың Асыловқа прокуроры, бас прокурор Асыловқа. Бас прокурорға әділ шешім, дұрыс істі тергеулерін, жаңағы қателік жасаған тергеушілердің барлығын шақыртып, қайтып тергеулерін істі, мына үкімді күшін жойып, қайтадан қайтып тағайындап, дұрыстап бізге дұрыс үкімін шығарып бергенін қалаймыз. Себебі адам өлген жоқ, адам зиянда көрген жоқ, ол адамның өзі айтып тұр, менде ештеме болған жоқ, мен подставить еттім, менде дым жоқ дейді. Енді айналып келгенде сараптамада жоқ бізде, адам өлтірген жоқ, ешкім 8 жыл деген ол өте ауыр нәрсе деп ойлаймын. Батыс Қазақстан облысының тергеушілері мен прокурорларының жұмысына қандай баға бере алатын едіңіз? Өте нашар. Мен түсінгенім, осы іс басталғалы түсінгенім, бәрі бір-бірімен связаны. Себебі бір-бірінің сөзін жақтайды. Міне жаңағы ұрған, мына соққандарды айтады. Осы недавно күні онда фотолары бар міне. Осы жақында тоже мында қазір көрсетейін. Осы түрменің ішінде балдарды деген тоже түнгі 4:30-да оятып алып өрт шығып жатыр деп төменге жертөлеге төменге түсіріп, 10 шақты сотрудник жабылып ұрған. Не себептен, не екенін біз түсінбейміз. Бірдеме етіп біздің балдарымызды тек подставить етіп, өздерін ақтап алып шығу үшін прокуратураның істеп отқан істерді ойлаймыз. Міне сол күні өткен сараптамалар. Мына балалардың ұрғаны туралы ма? Осы айдың 10-нан 11-не қараған күні болған, түнде 4:30-да. Тағы да бір жерлері сынды ма? Бұнда ондай сынық емес, міне темекінің шоғын басып күйдірген, ол фотоны сүрткізген жоқ бізге вообще мүлдем. Біз әрине тек мынау өзіміз таласып жүріп алған фотоларымыз міне. Яғни темекінің қолында шоғын ізі бар күйдірген. Ол фото қазір мында жоқ, баланы тіке қарауға да болады. Мүмкіндік болса. Міне. Баланың денесіне жарақат алғандары. Үлкен 30-40-тағы ер адам, 10 шақты, 16 жастағы кәмелет жасқа толмаған баланы соққыға жыққан. 4:30-да қалай келді, неге соқты білмеймін енді. Ішіп келіп соқты ма оны? Темекі басқан ба сол кезде? Иә, мына жерінде қолында темекін доп-домалақ үстір темекін балаға басты? Менің інім Асқар Бейбарыс. Асқар Бейбарысқа темекіні басқан, иә? Сол осы жайт бойынша. Басқа балаларға ше? Басқа балдарда Нұрмұханов Бек деген баланы қылғындырған, жаңағы. Ол кісінің менде TikTok желісінде түрі бар. Ол кісінің мен өзім салдым, түрін сол күні түсіріп. Баланы скорыйға вообще 2 күн бойы өзім мындағы полиция бастығына кірдім. Осы сезонның 74-ші ненің бастығына кірген кезде жаңағы інім менің ауырып жатыр екен, 2 күн болды, скорый неге шақырмайсыздар? Не болған дейді? Мен айттым, сіздің сотрудниктарыңыз ұрған, енді қалай не болған апармайсыз айтсам, мен сотруднигімді ол ұрған, мен сотруднигім уже жаңағы тексерістен өтіп, Абайскийге заявление түсіртті дейді. Мен айтам, сіз неге бір жақты қарайсыз? Баланың құқығы қайда? Кішкентай бала үлкен адамды қалай ұрады біріншіден? Күтен отқан бала қалай ұрады, ол есікті ашып шыққан жоқ қой. Неге шықты, қалай шықты деп, неге мен інімді қарап, скорыймен жібермейсіз деп. Сонда маған ешқандай ответ берген жоқ, сіздің өзіңіздің
бауырыңыз кінәлі ана ол енді шыны керек есікті ашып шыққан жоқ қой комнаттан шығып. Сосын сол талап ету арқылы айқаймен жаңағы тек қана баланы скорый шақырып, скорыйды жібермей алдына тұрып алып, мен сөйтіп тек қана баланы осы больницаға сол кезде ғана апардық. 2 күн бойы бала Қазір балалардың жағдайы қалай? Қазіргі таңда балдар шыны керек, енді мына оқиға уже 1 жыл жарым болды. Балдар стрессный состояниеда, аяқ қолдары дірілдейді. Куртканша енді бізде тұра алмаймыз уже. Оңғасында ол сәби ғой енді. 16 жастағы құтақандай бала. Бізден сұрайды, көрмей дым істеген жоқпын ғой, мен босатпай ма, не істеп жатыр, айтыңдаршы дейді. Біз айтып жатыр, қалай түсіндіреміз? Коррупция бізде. Бәрі алдайды. Осындай бір-біріне сыбайласып тек қана білмейміз неге енді осылай істеп жатқанын, қалай не себептен жаңағы ақшасы бар адамдарды босатады да, солардың орнын біз сияқты балдармен толтырғысы келеді, жалғыз басты аналар кілейін. Мен өзім жалғыз басты анамын. Осы анам бар, өзімнің анамды жалғыз басты екеуміз шырылдап, біздің ешқандай жағдайымыз жоқ. Айтып жатыр, сатып алған ДНК-ны, бірдемелерді сатып алған қыздың несін, ондай бізде ешқандай жағдайымыз жоқ. Кейбір мына тұрған ата-аналардың адвокаты жоқ, бастарында жалдайтын. 20-да қазір. Қазір 20-да. 2023 жылы май айында балам армиядан келеді. Сосын июнь айында осындай оқиғаға ұшырап қалып тұр ғой. Қалқаман Бегнұр деген інісі бар, сол квартира төлеп баламға сөйтіп алғызады, олар өзі кәмелетке толмаған ғой енді. Алып береді, кілтін береді, ол өзі шығып кетеді. Сосын балалар өздері қалады ана жерде. Балама 20 жыл беріп отыр сот деген. Балам даже қыз танымайды баламды. Қыз өзі айтып отыр, мен сіздің балаңызды көрген жоқпын, мен де Рустамды танымаймын деп. Ол ішінде болған жоқ. Оның кім Думан бар ғой, Тұрлан. Соның орнына менің баламда жауап тұр ғой. Тұрланға айтқан ұстап алып, сен ішіндегі жаңа Меңдібекті айтасың, солай болды, бәрін мен қызды суға әкеп бердім Меңдібекке квартирге, анжақ комнатқа болды, таңға шейін болды деп айтасың деп менің балама жаңа кімге Тұрланға қорқытқан, анау сөйтіп айтқан. Менің балам таңға шейін болған жоқ, ол жұмысы бар, жұмыста кетіп қалды. Там балдарын үлкен бала, ол вообще түнде өзінің несіне кетіп қалған, ночной жұмысына кетіп қалған. Біз таңертең тұрғанда ол үлкен бала жоқ деп айтты, біз болған жоқ дейді. Сосын таңертең ұйықтап. Алдағы уақытта қандай әрекет жасаймыз деп отырсыздар? Енді біз ана кісілерден интервью алған екен, менің әріптестерім. Жаңа мүлде танымайды деген азамат, жаңа түнгі уақытта жұмысқа кетіп қалған азаматқа 20 жыл бас бостандығынан айыру. 20 жыл өйткені деген соның біреуінің, сол балдардың біреуінің ағасы ғой. Армиядан жаңа келген ағасы. Соның удостоверениесімен квартира алдырған ана балдар, кішкентай балдар. А ол уже совершеннолетний ғой, 19-ға жаңа толып кеткен, только толып кеткесін, уже 18 емес, ол уже совершеннолетний болғандықтан оныкі 20 жыл. Представляете? Ол вообще ни при чем бала. Сіздер енді ол жерде жұмысқа кетіп қалғаны, ол жерде жаңағы барлығы бар ғой, құжаттарыңыз өздерінде болу керек, нелер өздерінде. Тергегенде өздері барды ғой бәрін. Тергеуде алғанда бар. Сараптамалық қағаздар қалай шықты сіздерде? Таза шықты ма? Таза шықты, бірақ көрсеткен жоқ бізге. Көрсеткен жоқ, неге көрсетпейді? Білмеймін, делының ішінде вообще оқыдық, кеше делмен қайып таныстық қой, таба алмадық ішінде. Делінің ішінде жоқ ешқандай сараптама. Сараптама жоқ, ешқандай сараптама. Делінің ішінде де жоқ. Қазір мына екінші инстанция неге апелляционныйға да бердік қой, оның ішінде де сараптама жоқ. Балдардың ешқандай 3 анализ алды, үшеуінде де ешқандай сараптама жоқ. Жоқ, сол білмеймін сол мен айтып отқаным сол ғой, на каком основании 120 часть 4 бізге қойып отыр. Сараптама жоқ, ешқандай сараптама. Делінің ішінде де жоқ. Қазір мына екінші инстанция неге апелляционныйға да бердік қой, оның ішінде де сараптама жоқ. Балдардың ешқандай 3 анализ алды, үшеуінде де ешқандай сараптама жоқ. Жоқ, сол білмеймін сол мен айтып отқаным сол ғой, на каком основании 120 часть 4 бізге қойып отыр. Прокуратураның уже есігін айтып тұрмын ғой, сотта да ешкім жауап берген жоқ, прокуратурада да ешкім жауап берген жоқ. Балдардың ешқандай сараптамасы жоқ делдің ішінде. Біз прокуратураға келген себебіміз, мен Асқарова Гаухар, інім Асқар Бейбарыстың қоғамдық қорғаушысы болам. Осы жақында 10-нан 11 күні қараған күні түнгі 4:30-да 74-ші мекеменің қызметкерлер сотрудниктары біздің балдарымызды, кәмелет жасқа толмаған балдарды өрт шықты деп төменге түсіріп алып, подвалында соққыға жыққан 10 сотрудник. Сол іс бойынша біз мында прокуратураға заявление қалдырдық, бірақ бүгін 27-сі 15 күннен асып кетті, ешқандай іс қозғалып атқан жоқ, тергеліп атқан жоқ.
сол іс бойынша Абайскийге барып тоже заявление тапсыруға барып едік. Қазір сізде апелляциялық сот жүріп жатыр, сот бәрін тоқтатып қойды, апелляция бітпей ешқандай заявление алмасын деді. Бірақ жаңағы 74-ші мекеменің сотрудниктары біздің балдардың өзі ұрды деп үстерінен заявление түсіріп іс қозғаттаған Абайскийге. А олардан қабылдайды да бізден қабылдаған жоқ. Уже іс сол күйінде тұр, ешкім ештеме, қанша барып жазып жатсақ та ешкім қозғалмай жатыр. По праву человек соған жаздық осы іс бойынша. Скорый шақырдыңыздар ма жедел? Скорыйды 2 күннен кейін біз вообще ондай болғанын білген де жоқпыз. Ана сыбыстардан, ішінде отырған кісілерден, сырттағы адамдар естуіме бойынша осындай болып жатыр дегеннен кейін 2 күннен кейін мен кездесуге барған кезде сол кезде 2 күн бойы ауырып жатырмын, скорый шақырып жатырмын, скорый келмейді деді. Сол бастығына көріп жаңағы айқай шумен тек қана сол кезде ғана соның өзінде бірталайға дейін шығармай 3 сағат есігінің алдында тұрып тек қана сол кезде шақыртты бізге скорыйды. Әрине деп сол кезде апарды. Мен жаңағы інімнің құқығы бұзылды деп ойлаймын, себебі өзінің сотрудниктарын травмпунктқа апарып өткізіп оны деген ар жазғызбаған. Мен інім 2 күннен бері даже кәмелет жасқа толмаған бала, ата-анасына да хабар берілген жоқ, ештеме айтқан жоқ. Бала ауырып жатыр десе де скорый шақырмаған. Скорый неге шақыр деп дәрігерге айтпайды дейді. Ол қамалып жатқан бала шығып айта алмайды, оны жеткізетін сотрудник, жеткізбей тұрған ішіндегі сотрудниктары оны сыртқа шығармай тұрған. 2 күннен кейін апардық, апарғаннан кейін травмпункттан өткіздік. Бүкіл жаңағы қағаз нелері бар. Баланы деген қолына деген мына жеріне деген шоқ басып сөндірген. Оны түсірейін деп жатқан кезде бізді итеріп түсірткізген жоқ. Қолымыздан келгенше түсіруге мүмкіндік болған жерлерін тек түсіріп үлгердік. Қорғау органдарында қолын сындырған полиция қызметкерінің аты жөнін айтасыз ба? Ерхан деген сондағы аға лейтенанты деді ғой да, аға лейтенанты Ерхан. Фамилиясын білмейміз, одан кейін көрген адам емеспіз мүлдем вообще. Сол Прокуратураға кімге жолықтыңыздар, не істедіңіздер? сол істің жаңағы мән-жайын неге уже 17 күн өтті, неге бірде-бір хабарласқан жоқ, бірде-бір тергеуге шыққан жоқ, неге шықпай жатыр деген. Сосын жаңада біз өзіміздің болып жатқан апелляциялық сотымызда уже бір емес бірнеше прокурор ауыстық. Кім екенін де білмейміз, сол жауапты прокурорды шақырып, біздің анализ сараптамаларымыз қайда кеткен, енді не шешейін деп жатқан жөнінде білуге келіп тұрмыз осы жерге. Сіздердің арыздарыңыз АЕК-ға келді, КУИ деген нәрсе. Содан соң процессуалдық шешім қабылдау үшін полиция департаментіне жолданды. Мына Аққалиеваға и кімге? Полиция департаментіне? Иә, Қай жақтың жолданды. полиция департаменті? Батыс Қазақстан облысы. Батыс Қазақстан облысының полиция департаментіне? Мынау жіберген уақытта да? Иә? Жіберілген 18-і жіберілді? Жоқ, сіз 18-і жіберілді. Мұның төбесінде жазылып тұр ғой, исходящий. Сөзде полиция департаменті өз полиция қызметкерлеріне өздері қылмыстық қозғай ма? Оларда управление собственной безопасности бар ғой. Аха. Солар өздерінің сотрудниктарына қатысты заң бұзушылық істесе, ол өздерінің қызметкерлеріне қатысты. Енді мына оқиғаның уже өткеніне деген 18 күн өтті, уже асып кеткеніне уже мына 18-і келді сіздерге, міне 28-і почти 27-сі бүгін. А уже кішкене тергеу бастамайсыздар ма сіздер? Тергеу бастап, сараптамалардан өздерін тағайындап, ондағы өткізбейсіздер ма? Біз полиция департаментіне бетке қарап шығарып бересіздер ме? Ұрды, ұрмады деп. Полиция департаментіне Сіз жолдадық. көрдіңіз бе сол балалардың ұрғанын? Жоқ, ешкім барған жоқ біздің Фотосын балаларға. көрсетіңізші балаларына, прокурор өз көзімен көрсін. Міне медициналық сараптамалары. Будьте разговаривать с представителем, Жоқ, камераға с помощником прокурора области. Міне баланы ұрған. Жоқ, сіздің арызыңызға жауап берген мен ба? Міне сізге көрсетті Жоқ, ғой мен прокурор. енді сіз жауап бере алмасаңыз, Қарасаңызшы. сіз жауап беретін кісі кім жауап беру керек, соны Мына сұрыңыз жерде шешеді, біз ответ қайдан аламыз? көрініп тұр мына Міне жерде сізде прокурор мырза. Мына жауаптыға баланы ұрған ғой кім? міне. Баланы ұрған, Ответ темекі басқан. Бұл адамның Ответ де. құқығы тапталып жатыр ғой бұл жерде. Неге ұрады? Жоқ, мен сізге жауап берген жоқпын. Міне сізге жауап берген Уласбеков. Уласбеков қазір Енді мен жиналыста. сізге айттым ғой, Мен сол кісіні түсіндім шақырыңыз. сізді. Уласбеков Мен жиналыста біздің іске қазіргі уақытта жаңадан берілген прокурор қайда, сол кісіні шақырып беріңіз маған. түсінікті, мен айттым олар қазір бәрі Біздің істі жиналыста. мына біз келіп мында сіздерге келіп жүр ғой, постоянно келіп сұрап не шешіліп жатыр. Тапсырды ғой біздің істі бір кісіге қарап тексеруін. Ол не шешіп жатыр қазір? Сол кісі қайда? Қазір ол Сол кісіні жіберіңіз. сізге жауап береді. Қанша уақыт болды сіздердің жиналыста? Ой, я не Бұл могу за жерге него келсек отвечать. біз осылай Жиналысқа таңнан өтеді, кешке дейін жүресіздер. Мұнда күту керек, постоянно солай бізде. Жиналыс бітеді. Дәлелденіп тұр ғой. Жоқ, маған мен мына кісіге жауап берген жоқпын. Қазір жауап берген кісі түседі, өзі ары қарай жауабын толықтырады. Жиналыста қанша уақыт жиналыс болды? Жиналысты мен регламентпен қоймаймын.
қанша жарты сағат күтеміз мен регламентін қоймаймын, мен білмеймін қанша жиналыс өтеді. жоқ Жарты неге сағат өтеді, жиналыс 15 кешкі минут сағат өтеді. 6-да не деген жиналыс каждый раз кешкі сағат 6-да қайдағы жиналыс болады Ол жиналыс жиналыс- деген жұмыс уақыты біткенде қайдағы жиналыс 6 болып міне сіздердің жұмыс уақыты 6-тан 2 кетті ол үйіне кетіп қала ма қайдан білеміз бізге шақырыңыз Мен жиналыс сізге уже айтып уақыты отырмын, бітті жиналыс өтіп отыр, жиналыс өтеді, жиналысты мен жақсы онда тағайындамаймын. уже 6-ға дейін істейді ол отцел бір 10-15 минут не істейтін болар жиналысы болса Мен жиналыстың уақытын айта сіз алмаймын ескертіп сізге. айттыңыз ғой үйіне Иә, кетіп қалмайды біз мына жерден ескертіп айттық. кетпейміз үйінен кетіп қалмай мында шығатын болсын Ескертіп айттық. Қазір жақсы түседі, жиналыс күтеміз бітсін. онда тағы ескертіп айтарсыз ар жағынан шығып сондайларыңыз бар ғой сіздердің ар жағынан Менде шығып ондайым жоқ. машиналарына мініп бұрылмастан қашып Менде кететін ондайым жоқ. Маған- сіз мына жерде қазір мен ол Мен кісіге осында ол отырамын. кісіге мен Ол тіке барып кісі- айта алмаймын сіз шығып сөйлеп тұрғасын мен сізге Ол айтып кісі тұрмын қазір енді сөз сіздің айтады. міндетіңіз Ол оны ары қарай қашып жеткізу кетеді ма, или қандай жағдай істесе де мен Ол оған жауап сіздікі бере аламын. жеткізу. Мен оған ескерттім. енді бұл жерде қалай ойлайсың фотоны көрдіңіз ғой Мен- қылмыстың құрамы бар ма Мен негізі? пока никакого процессуального решения не могу сказать, потому что не я курирующий прокурор касаемо этого. енді сіз ана адамның ұрғанын балалардың Жоқ, таяқ жегенін ол бойынша көріп тұрсыз ғой тексеру енді. жүргізу әлі көрмей керек. тұрсыз ба Ол бойынша тексеріс Жоқ, жүргізу көрдіңіз ба керек. Провокационный сұрақ маған қоймаңыз. Жоқ, көрдіңіз ба Мен деймін сізге сізге? айттым. Мен көрген Бірақ жоқпын. қалай сізге Процессуалдық фотосын шешім мен ашып қабылдамаймын. ішіңіз қайтадан көрсетейін Маған қажет жоқ көрсетуге. Жоқ, Қазір сізге мына кісіге көрсетіп жауап берген адам жауап енді береді. фотода баланың ұрғанын көрмей тұрсыз ба денесінің бәрі Ол бойынша тексеріс жүргізіліп жатыр. бізге дедік қой. ешқашан жауап беретін кісінің өзі ешқашан түспейді қазір. постоянно солай ғой жауап беретін кісі Енді түспейді маған не дейсіздер? Мен ол мен жоқ сізге ол жауап жиналыс беремін. Қазір ол кісі демалмай түсінбейді. жиналыс жасайсыздар ма іште шаруамен таныспайсыз отырып алып әңгіме айтасыздар ма каждый раз келген сайын жиналыс каждый раз келген сайын Сіз маған бірінші рет келіп жатырсыздар. Бұл бойынша тексеріс жүргізу керек. ұрмаған деп ойлайсыз ба мына жерде денесінің бәрі Мен пока ешқандай сізге Бұлардың барлығын айтыңызшы. шешім айта алмаймын. міне журналист ретінде мен сізге көрсетіп тұрмын прокурор мырза Покиньте. міне журналист ретінде мен Пожалуйста. көріп тұрмын да мына жерде Жарайды. міне сіз Маған не көрмей тұрсыз дейсіздер? ба? Мен пока ішіне көріп отқан жоқпын. қалай көрмейсіз Бұл суреттер, бұл бойынша тексеріс жүргізу керек. Тексерістен кейін нақты шешім сараптама болады. бар болып тұр ғой енді бұл бойынша Маған айт не мен дейсіздер? сізге Мына фотолар кісі. нақты Я дәлелді пока по көрсетіп фотографиям вам ничего не могу ну сказать. это же дәлел По фотографиямен я дым айта алмасаңыздар неге уже көп уақыт өтіп кетті неге бастамай жатсыздар сараптама неге тағайындамайсыздар Сізге жауап экспертиз берген болмай ма кісі уже 18 күн өтті одан кейін ертең таза деп шығарып бересің уже баланың бүкіл денесіне Сіздерге жауап кептесін шығарып берген кісі бересіздер ма түседі. Содан сұрақ қоясыздар. күтеміз ал түсетін болса Түсініңіздер. жаңа өздеріңіз енді көргендей жарты сағат уақыт мында күтіп отырдық уже 6:30 жұмыс уақыты бітті бірақ бізге ешкім әлі шығып ответ берген жоқ бұл бірінші раз емес бірнеше рет осылай келеміз осылай каждый раз осылай күнде жиналыс болып жатады күнде жиналыс ешкім бізге шығып ответін бермейді анализдарымыз қайда кетті неге жоғалып кетті деген сұраққа да балдарымызды ұрып жатыр неге оны тергемей жатыр біз денсаулығын неге барып білмейді ешкім деген оны ешкім шықпайды мынау каждый раз бізді осылай қайтарып жібереді бетімізге тік қарап адам құрлы бізбен сөйлесуге де жарамайды осында отырған кісілер жоғарыдағы кісілер осыны естісе екен дейміз қандай біздің Оралда осындай коррупция болып жатқанын бір біріне қалай жақтасатынын балдардан анализ алды басында қамаған кезде биологиялық сараптамалар алды тамырдан қанда жаңағы молекулалық биологиялық сараптамалар бәрін алды содан кейін кетті тексеріске деді осындай 15 күнде келеді деді біреуі бір айда келеді деді содан кейін жоқ ана тергеуші біледі дейді прокуратураға келдік соттың қақ ортасында тұрып та прокурорға тұрып жауап берді бізге бетімізге қарап та соған жауап бермейді қайда кеткені жөнінде иә анализдер қайда кетті анализдер сіз бастығы жаңағы қасындағы көмекшісінен сұрады осы прокуратураның ішінде жаңағы бастығының кім еді аты Шалабаевтың орнына отырды осы жақында келіп кісі сол кісі соның орынбасарынан сұрады біздің істі тапсырған кісіден сұрады Омаргалиев Дәурен деген кісі жаңағы біздің істі тапсырған прокурордан сұрады осылай действительно анализдер алынған ба десе ана кісі айтып тұр анализдер алынған бірақ қайда кеткені жоқ дейді өздері бір біріне қарайды базар сияқты бұл прокуратура емес бұл базар бір біріне сілтеп еще істі танысып қараңыздаршы оқысаң бізде уақыт жоқ дейді оның бәрін 11 том бар бізде 11 томды оқып отыратын уақыт жоқ дейді сонда адам өмірі просто ойыншық бұларға